кітап ұсынасыз деген сұраққа негізі жыным келеді деп жиі айтамын, өйткені кітап деген ол бір дәрі секілді. Мысалы, басын ауырса аспирин, жүрегін ауырса валидол ішесің деген секілді, кітапты өзіне қажеттілігіне байланысты оқуың керек. Мысалы, тіл байлығын жетпей ма, Кекілбаевты, саяси сауатын жетпей ма, Тоқаевты деген секілді, білмеймін. Қай жерін ауырып тұр, қай жеріне керек, кітапты соңғы рет таңдау керек. Сондықтан да мен қазіргі кезде ол кәсіби жетілуім үшін ғана таңдайтын шығармын, яғни саяси, публицистика, тарих, копирайтинг. Міне осы 4 салада шамасы, осы 4 салада кітаптарды оқимын қазір. Таза дәстүрлі әдебиет ол бір экзотика секілді. Күніге сен бешбармақ жей бермейсің ғой. Сол секілді ол бір қазақтың дәстүрлі әдебиеті ол бір бешбармақ секілді майлы, ауыр, бірақ ол қазақтікі. Дегенмен сол дәстүрлі әдебиетті қазіргі заман талабына сай заманауиландырып жатқан авторлар бар, Бақытжан Бұқарбай секілді, Бейбіт Әлібеков, Арман Әлімбет секілді, яғни бизнес кітаптар, іскерлік әдебиет, психология болсын, мысалы. Сондықтан таза тура мағынасында дәстүрлі әдебиет ол әрине қанағаттандырмайды. Өйткені ол сол 17-18 ғасырдың сұранысын қанағаттандырды. Ал 21 ғасырдың талаптары әрине басқаша әдебиет керек. Ондай қағида шыны керек жоқ, енді өтірік айтпақ қойын. Ең бастысы кітап қызықты болу керек. Одан кейін кітап қызықты болу керек, басқа бір талап жоқ. Бір тез оқимын, не болмаса 2 кітапты қатар оқимын деп айтатындар болады. Жоқ, менде ол бір кітапты бітірмейінше басқасына жолай алмаймын. Сосын қағаз кітаптан оқыған жақсы көремін. Енді аудиофил емеспін, аудио кітап оқымаймын, немесе электронды кітап оқымаймын, тек қағаз кітап. Ең сүйікті фильмім ол Девдас үнді фильмі, ол кітаптың негізінде түсірілген болатын. Одан кейін енді алысқа бармайық, Игра престолов дейміз, Джордж Мартин, кезіндегі Толкин желісі бойынша Сақиналар әміршісі, Властелин колец. Енді бұл фэнтезиден бөлек көп қой, енді Стивен Кингтің Побег из Шоушенка мысалы фильмі бүкіл әлемдегі фильмдердің рейтингісіне әлі 25 жылда болып қалды, әлі бірінші орынды бермей тұр. Ең үздік фильм деген ол өйткені кітаптың желісіне түсірілген. Қашанда кітаптың желісіне түсірілген кино ол бәрібір бай болады, мазмұны, диалогы басқаша болады. Балалық кезде болды. Ол мысалы канадалық жазушы Эрнест Сеттон Томпсон деген болған, натуралист. Сол кісінің кітаптары маған табиғатты ерекше сүюге мүмкін құштар қылған шығар. Мысалы, мен кейде әзілдеймін, масаны өлтірмеймін деп, масаны өлтірмеу мен өмірімдегі бір принцип емес, бірақ дегенмен сол кітаптардың бір әсері болды. Екіншіден Николай Носовтың Дым өлмесі, бұл менің бір қиялымды арттырды. Мысалы, Айға саяхаты, болмаса Павел Асташенковтың Арман асуында деген кітабы, бұл менің бір ғылымға деген сәл-пәл қызығушылығым алып келді. Мені сәл-пәл басқаша ойласам, мүмкін басқа журналистерден, басқа блогерлерден, ол сол балалық кездегі мен оқыған кітаптардың әсері. Кейінгі кезде әрине ол әсерлерді бір өмірімді өзгертті деп айтуға болмайды, бірақ практикалық кеңестер көп болды. Мысалы, Джейми Хьюмстың риторикасы мен көп семинарларымда пайдаланамын. Ричард Кемпфнердің несі Freedom for Sale деген кітабы, ол әлемді жақсырақ түсінуге, оның саяси жүйесін жақсырақ түсінуге. Мен өйстіп әр кітапты бір нақты бір практикалық маңызына қарап бағалайтын болды. Менде көп емес, бір 200-дей ғана кітап, және өкінішке қарай көбісі 90% ол орыс тілінде, және көбісі сол публицистика, саясат, копирайтинг, осы 3 тақырыпта ғана кітаптар. Мен мысалы кітап дүкеніне барсам, мен баратын сөре біреу уақыт публицистика. Басқа жанрға шыны керек қызықпаймын. Детектив оқымаймын, фэнтези қарамаймын. Олар одан жаман деген сөз емес. Уақытымды аяймын, қызықпаймын. Онсыз да ана саланың өзінде қаншама кітап бар, ойбай, оқып бітіру. Қызығушылығыма сай айтатын болсам, ол Чхан Хаджунның 33 вопроса к экономика деген кітабы бар, яғни экономиканы жақсырақ түсіну үшін. Өте қарапайым түрде түсіндіреді экономиканы. Неге мысалы интернеттен гөрі телеграфтың рөлі жоғарырақ деген секілді. Осы кітап, сосын жаңа бағана айтып кеткен Джейми Хьюмс деген атақты спичрайтердің риторика деген кітабы. Ол жаңағы дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Сосын Денис Каплунов деген автордың ол копирайтинг, 5 кітабы бар.
бес кітабын кез келген оқыса да жаман болмайды деп ойлаймын, өйткені ол адамды жазуға үйретеді. Былайша айтқанда қазіргі жастар үшін ең маңыздысы ол жаза білу және сөйлей білу. Және ол дұрыс ойлану, ол критический мышление, оны енді нақты бір кітап айту қиын, ол көбіне таяқпен, тәжірибемен келеді нақты дұрыс ойлану.